Сағат 8:00, яғни Еуразия бірінші арнасының тікелей эфирінде қайырлы таң Қазақстан. Қымбат көрермен, жаңа апта жақсылығымен келсін, күндеріңіз берекелі болсын, жұмыс күндеріңізге сәттілік. Ал бүгін сіздермен бірге Жасырек Жұматай және де бүгіннен бастап сіздерді таңмен таласып оятатын, жұмыстарыңызға сәттілік, күндеріңізге береке тілейтін менің су жаңа әріптесім Айдай сұлу Айдана Тұрсынғалиқызы. Қайырлы таң Жасырбек, қайырлы таң құрметті көрермен. Көңіл-күй керемет, қобалжуда кішкене бар, бірақ дегенмен де патша көрерменнің ыстық ықыласына бөлінемін деген ойдамын. Күндеріңізге сәттілік тілей отырып, біз бағдарламамызды бастаймыз. Ехала ради меня, как обычно. Это потом подставку будем выставлять. Құрметті менің оқырмандарым, достарым, туысқандарым, жақындарым, сіздерге үлкен рахмет айтқым келіп тұр. Себебі мен бұндай қолдауды күткен де жоқпын, ойладым. Бәлкім енді біздің халықтың арасында сын көп дегендей. Ал менде 99%, тек қана жақсы сөздер. Не көрмедік дегенде ғой, жоба тарихында да неше түрлісі болды. Қаншама. Өзімде бір қателіктерге бой алдырған кездерімде аз емес. Бірақ адам өзгерем десе, бір мезгілде өзгереді екен. Және де менің бір жаңа өмірім өзімнің жаңа жасымда Таиландтан кейін басталды десем артық айтпаспын. Сіздерге тек қана рахмет айтамын және осындай қолдауды сезінген